Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ғалия. Бүгін сіздерге алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Шын мәнінде бірінші рет жасағаннан өте керемет болып піседі. Міндетті түрде жасаңыздар. Қамырын дайындау үшін бізге сары май, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және қант қажет. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа ұн мен қопсытқышты електен өткізіп саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Жүріп тұрған майды салып, барлығын жақсылап араластырып қамырелейміз. Видеода көрсетілгенде қолдарыңызбен осылай жасасаңыздар, сіздерде де осындай тесто шығады. Содан соң бір жұмыртқаны саламыз, қолымызбен жақсылап араластырып қамырды біріктіреміз. Содан соң дайын болған қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе салафанмен қаптауды ұмытпаңыздар. Енді форманы дайындаймыз. Менде осындай кольцо, диаметрі 24 см қылып аламын. Кольцо болмаса, қарапайым форманы да қолдансаңыздар болады. Мен кольцоның астына фольганы салдым. Менде қамыр 30 минут бойы тоңазытқышта тұрды. Енді оны алып, жарты бөлігін астына салып, қолымызбен осылай формасын жасаймыз. Қалған бөлігінен жандарын жасаймыз. Астыңғы бөлігін жасап болдық. Енді жандарын жасаймыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, барлығы да өте оңай әрі тез дайындалады. Қамыр түзу, әдемі болып шығу үшін стаканның немесе мен сияқты шанышқының көмегімен жандарын түзулейміз. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Қаймақтан жасалатын салма. Ең маңызды ингредиент бізде қаймақ, қант және де жұмыртқа қажет. Ең алдымен ыдысқа қаймақты саламыз. Мендегі қаймақ 20%-дық дүкеннің қаймағы. Содан соң қант саламыз және жұмыртқаны да саламыз. Енді венчиктің көмегімен жайлап араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Шамамен 10-20 секундтай араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Бұл жерде венчик емес, шанышқының да көмегімен араластыруға болады. Бастысы осылай бірігіп араласса болғаны. Енді осы салманы қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешке саламыз. 35-45 минуттай пісіреміз. Пирог піскен кезде беті кішкене сарғаяды, осылай болып әдем болып шығады. Пирогты тек қана толықтай суығаннан соң ғана формадан босатасыздар. Менде қазір толықтай суыды. Суына шамамен 2 сағаттай уақыт кетті. Енді жандарын босатып, осы формадан шығарып жатырмын. Егер ыссы күйінде формадан босататын болсаңыз, кесетін болсаңыз, онда оның ортасындағы салмасы қатпай, яғни қаймағы ағып кетуі мүмкін. Тек қана толықтай бөлме температурасында суығаннан кейін ғана кессеңіздер, сол кезде әп-әдемі мінсіз болып шығады. Мен айтқан барлық құпияларды, техникаларды жасасаңыздар, сіздер де міндетті түрде шығады. Пирог өте керемет дәмді. Қонақтар келетін кезде осы пирогты жасап беретін болсаңыздар, барлық қонақтар риза болып, көңілдерінен шығатындарыңыз сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Ал достар, қазақ тілді осындай YouTube каналының кеңінен дамуына аз да болсын өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, каналға подписация батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Сіздермен болған мен Ғалия Сұлтан.